Қайырлы кеш көрермендер. Бүгін біз көлеңкелі білім тақырыбында әңгімелесетін боламыз. Студияның қонағы бүгін Қарағанды ұлттық университетінің проректоры Ербол Сармурзин. Ербол, қош келдіңіз. Қош көрдім. Алдымен мынадай сұрақ. Көлеңкелі білім сапасының көрсеткіші ме, әлде бұл мектеп жүйесінің әлсіздігі ме деп ойлайсыз ба бұл жерде? Көлеңкелі білімнің пайда болуына бірнеше фактор әсер етеді. Оны тек бір ғана себеппен, бір фактормен атау қиын. Өзіңіз айтып өткенде бірінші кезекте көлеңкелі білім дамуына ол кәдімгі мектептер дәстүрлі білім беру жүйесіндегі әлсіздік бар екенін көрсетеді. Егер оған сұраныс болатын болса, екіншіден бұл білім жүйесінде бәсекеге орталықтандырылған бір тесттерге байланғандығын көрсетеді. Соның салдарынан пайда болатын нәрсе. Енді оқырмандарға түсінікті үшін көлеңкелі білімді біз сізбен түсініп отырмыз, бірақ көп адам түсінбейді. Соның анықтап өтейік. Көлеңкелі білім термині мынау 90-шы жылдары Марк Брей деген социолог ғалым енгізген. Бұл кәдімгі дәстүрлі білім беру жүйесінің көлеңкесінде жүретін оқыту жүйесі. Өзі бұған дейін негізінде көлеңкелі экономика деген термин қалыптасқан әбден, негізгі экономиканың көлеңкесінде жүретін жасырын айналымдағы ақшаларда көлеңкелі экономика жатады. Сол сияқты негізгі дәстүрлі білім беру жүйесінің көлеңкесінде жүретін қосалқы білім беру жүйесін айтамыз. Қарапайым тілмен айтқан кезде бұл оқыту орталықтары, курстар, репетиторлық жұмыстар, мұның осының барлығын біз көлеңкелі білім деп қарастырамыз. Егер мектеп толыққанды білім берсе, неге ата-аналар бұндай орталықтарға балаларын жібереді деп ойлайсыз? Демек, толыққанды білім бермей тұр деген сөз ғой мектеп. Келісуге болады бұл тұжырымыңызбен. Жалпы көлеңкелі білімнің сұраныс болуы, яғни бала мектепте қажетті деңгейде білімді ала алмай жатыр деген сөз. Енді оған да объективті себептер бар. Мысалға сіз қараңыз, мектепте жоқ дегенде орта есеппен 25 бала отырады бір класста. Мысалға ол ағылшын тілі болса, ол аптасына шамамен 3 рет қана өтеді. Класста сізде жаңағы 15 шақты балаңыз, аптасына 3 рет. Оның мұғалім 45 минуттың ішінде бүкіл балаға көңіл бөле алмайтыны анық. Сәйкесінше осы тұста жаңағы қосымша курстарға қажеттілік туындайды. Осы бір себеп деп айтуға болады. Екінші себеп бұл бәсеке. Мысалға өзі ата-аналар арасында біреу естісе, ананың баласы қосымша курсқа барып жүр екен, ол жаңағы ағылшынды қосымша меңгеріп жүр екенсе, менің балам қай жерінен келген? Менің балам өз қарттарынан қалмау керек, ол да оқу керек деген бәсекелестік рухта осының дамуына алып келеді. Демек, қазіргі заманда репетиторсыз жоғары білім беру оқу орындарына түсу мүмкін емес деп ойлайсыз ба? Мүмкін емес деп айтуға келмейді. Бірақ өз бетінше дайындалып, өз бетінше оқитын балаларда, және мектеп бағдарламасымен де меңгеріп шыққан балаларда бар. Бірақ мынау көлеңкелі білім, ол репетиторлықтар біршама жақсы дайындайтындығында ашып айтуға болады. Жақында зерттеу жүргізген. Бізде Анас Хажар деген Назарбаев университетінің профессоры бар. Сол кісінің зерттеуінде 70-ке, респонденттердің 70-ке жуық студент осы репетиторлық орталықтардың көмегімен оқуға түскен. Көлеңкелі білім қазір қоғамдағы әлеуметтік теңсіздікті тудырып тұр ғой, енді оны мойындау керек қой расымен. Өйткені ол жерде енді бір мектепте, кәдімгі мемлекеттік мектептерде жағдайы жетпейтіндер де бар, жағдайы барлар да бар енді. Ол нақты факт қой. Зерттеушілердің негізгі айтатын нәрсесі көлеңкелі білімнің ең осал тұсы, ең бір жағымсыз тұсы бұл білімдегі теңсіздікті тудырады. Репетиторлыққа, қосымша курстарға баратын көбіне әл ауқаты жоғары отбасылардың балалары өздеріне және қамтамасыз ете алады. Егер мысалы өзіңіз қарасаңыз, жай ғана бір орта есеппен қарағанның төңірегін алайық, ағылшын курсына бару бір айға орта есеппен қымбаты да бар, арзаны да бар, 50 000 теңгенің көлемде айына бір балаға. Бір отбасында бірнеше бала болады.
ол тек ағылшынмен шектелмейді, басқа да математикаға да бару керек, ол спортқа да бару керек деген сияқты. Сәйкесінше қалталы ата-аналар ғана қамтамасыз етілетін нәрсе. Енді отбасының жағдайы жоқ, бала көп, жаңағы күнделікті нәпақасын әдемі тауып отқан отбасыларда мектептегі бала салыстырған кезде бұл теңсіздік тудырады. Бұл қазіргі зумерлер альфа ұрпағы оқып жатқан. Альфа ұрпағы психологиялық тұрғыдан өте әлсіздеу. Ол жаңағы өзін біреуден кем көреді. Анау сыныптасы курсқа барып жүр, мен бармаймын. Оның ішіндегі жаңағы өзінің ананың қасында қалып қойғандығын сезінеді. Ол өзінің ата-анасына деген өкпе, ызасы пайда болады. Неге мен ата-анам маған бермейді? Қазір өзі балалардың психологиясында ғой, ата-аналарға келіп, сен маған міндеттісің, сен мені тудың ба, сен мені апаруың керексің. Не үшін тудың мені? Деп мысалға өзінің ата-анасына қарсылық тудырып кінәлайтын балалар көп. Сондықтан бұл шын ең негізгі проблемасы көлеңкелі білімнің, бұл білім жүйесіндегі әділетсіздікті тудырады. Енді бұл жерде қарап отырсаңыз, кешіріңіз, о бастан ұлттық бірыңғай тестілеу тудырып тұр ғой бұл көлеңкелі білімді. Енді расымен де. Жалпы мына зерттеулерді қарасаңыз, көлеңкелі білім қай елдерде дамыған, қай елдерде үлкен мәселе болып тұр. Бұл Азия елдері, бұл бұрынғы қазіргі ТМД мемлекеттері. Осы бөлікте, Евразияның бөлігінде өте жоғары сұранысқа ие. Ал енді Европа елдерінде соншалықты үлкен проблема жоқ. Себебі? Неліктен? Өйткені бізде Азия елдерінде білім жүйесін, жоғарғы білім алу үшін барлығын бір орталықтандырылған тестке байлап қойғанбыз. Жоғары білім алғың келе ма, сен тест тапсыруың керексің, сәтті тест тапсыру үшін сен оған дайындалуың керексің, қосымша жаңағы білім алуың керексің дегенге итеріп тұрмыз. Енді бұл жерде не істеу керек деп ойлайсыз? Қандай бір рекомендация, бір өтініш дейміз ба, министрлікке қандай бір ұсыныс, идея дейікші? Біз әлемді қарайтын болсақ, мысалға бұл жүйені Қытай, Корея елдері біршама заңдастыруға тырысқан, реттеуге, заңдық тұрғыдан, үкімет тарапынан. Олар кәдімгі мысалға Сеулде былай жасалған. Сағат 10-нан кейін орталықтар жұмыс жасамау керек. Сосын орталықтар, жаңа қосымша білім беретін орталықтар тіркеуден өту керек, үкіметтің рұқсатын алу керек. Қытай тура сондай саясат қабылданып, ол біршама орталықтар жауап ұстады. Қытайда double reduction деген саясат қабылданған, яғни мектептегі үй тапсырмасы мен және репетиторлықтағы оқу жүктемесі азайтылу керек. Өйткені бұл балаға үлкен стресс. Шынында да қарасаңыз, бала мектептегі толыққан бағдарламаны меңгеру керек. Күніне 6-7 сабағы бар. Ол 6-7 сабақтың үй жұмысы бар. Одан бөлек мына жаққа жаңағы репетитор орталықтарға бару керек. Ол енді үйдің қасында болса жақсы. Үлкен қалаларда, Астана, Алматыда, біздің Қарағандының өзінде ол қалада тұруы мүмкін, ана Юго-Востокта болуы мүмкін орталығы. Оған жетуі бар, барып келуі бар, оның орындауы бар, оның тапсырмасы бар. Ол бір курспен шектелмейді ғой. Бір курспен шектелетін атында жоқ қазір. Бәрі мейлінше баласын бос уақытын болмағанын қалайды. Математикаға барады, физикаға барады, спорттық жаңағы спорты бар, шахматы бар, биі бар деген сияқты. Биі бар, түрлі үстінде. Баланың дым уақыты жоқ демалуға. Стресс. Бала өзі біздегі зерттеуде, біз жүргізген зерттеу бар, сонда бір атын айтады. Біз баламыздың балалық шағын ұрлап жатырмыз дейді. Оның демалатын уақыты жоқ. Сондықтан ұсыныс ретінде біз осы орталықтандырған жүйелерді, ол орталықтарды жүйелеп реттеуіміз керек. Үкімет өз қарамағына алу керек. Мүмкін бұл лицензиялану керек шығар. Қазір бұл жұмыстар лицензияланбайды. Сіз кез келген адам барып орталық ашып жұмыс істей алады. Ешкімнің рұқсаты керек жоқ сізге, ешқай жерге тіркелудің қажет жоқ, өзіңіз қожа. Осыны үкімет тарапынан реттеу керек, негізінде біршама. Екінші, Финляндия мен Германияның жақсы тәжірибесін алған. Олар осы орталықтардың жұмысын азайту үшін көлеңкелі білімнің мектептердегі білім сапасына үлкен қатты назар аудартып, біршама жағдайын жақсартты. Сәйкесінше автоматты түрде жаңағындай қосымша білімге деген сұраныс төмендеп кетті. Көрдіңіз бе? Осындай екі негізгі дүниені алу керек. Бұны реттеудің бірнеше себебі бар. Біріншіден, бұл мұғалімдер үшін біз қазір орталықта кім сабақ беріп жатыр, білім деңгейі қандай,
ол психологиялық дені сау мұғалім ба білмейміз. Мысалға сіз мектепке бару үшін сіз 1045 қағаз жинайсыз. Дипломыңыздан бастап медосмотр өтесіз, сіз туберкулезбен ауырмауыңыз керексіз, сіз наркоучетта тұрмауыңыз керексіз, сіз психоучетта тұрмауыңыз керексіз деген сияқты біз оны қатты реттеп тастағанбыз. Ал орталықтарда кім сабақ беріп жатыр? Мүмкін мен енді асыра сілтеуім мүмкін, бірақ ол мүмкін психологиялық ауытқуы бар адам шығар. Мектепте жұмыс істей алмай сол жаққа кеткен. Мүмкін ол бұрынғы қылмыскер шығар. Мүмкін ол педофил шығар. Біз білмейміз кім. Оны қарап жатқан, тексеріп жатқан ешкім жоқ. Көрдіңіз бе, өз бетімен кетіп жатқан дүние, сондықтан бұны біз тексеріп. Мүмкін оның біліктілігі жоқ шығар, бәлкім. Ешкім оны дипломда тексермейді. Оны қалай білесің, біліктілігі жоқ болса? Бұл жерде ата-аналардың да сауатсыздығы болып тұр ғой енді. Қауіпсіздік мәселесі, балада, ата-анада жаңағы. Екіншіден, бұл орталықта жұмыс істейтін мұғалімдер қорғалмаған. Ол жерде күшті мұғалімдер істейді. Білікті мұғалімдер істейді, олимпиада дайындайтын мұғалімдер істейді, бірақ олар заң жүзінде қорғалмаған. Мысалға мектепте істейтін мұғалімдер 56 күн демалысын алады, жаңағы леч пособие деген бар ғой бізде, леч почесін алады. Егер ауырып қалса оларға жаңағы больничный төленеді. Бүкіл заңның еңбек кодексі сақталады. Ал орталықтарда, жекеменшік орталықтарда ол жерде онда ештеңе жоқ. Сіздің еңбек демалысыңыз жоқ. Сіздің жаңағы больничный ақысаңыз сізге ешкім ақша төлемейді, ауырып қалсаңыз. Сізге ешкім біліктілігіңізді арттырмайды. Мысалы, мектептегі мұғалімдер әр 5 жыл сайын біліктілігін артып отырады, тегін үкімет тарапынан. Мына жерде ешкім біліктілігін арттырмайтын мұғалім заман талабынан қалып қояды ғой. Көрдіңіз бе, осындай тұрғыдан келген кезде әлеуметтік тұрғыдан мұғалімдер қорғалмаған орталықта жұмыс істейтін. Кейбір мұғалімдер жаңағы келісім шартсыз да жұмыс істейді. Ақшасына келіседі, сол ақшасын алады деген сияқты. Көрдіңіз бе, сондықтан бұл реттеу керек деген. Осы жерде айта кететін сұрақ. Қаншалықты өз мұғалімінің қосымша тағы да ақылай өзінің қызметтерін беру қаншалық этикаға сай деп ойлайсыз? Бұл педагогикаға жатпайды. Егер сен өзінің сыныбыңда отырған балаңа сабақ берсең, ол әрине педагогикаға жатпайды. Сен сабақ беріп жатсың, 40 минут болса 40 минуттың ішінде білім беріп, қажет болса қосымша сабаққа шақырып, жеке жұмыс жасауың керек деп ойлаймын. Өйткені сен сол үшін үкімет тарапынан ақша алып отырсың. Ал енді барып оған үкіметтен бөлінетін ақшаны жалақыңызды алып отырып, 40 минутыңызды бөліп отырып, қосымша оны курсқа шақырсаңыз, бұл үлкен педагогикалық этиканы бұзатын нәрсе. Бұл енді Қытайда кәдімгідей тыйым салынған. Мұғалім өзі сабақ беретін балаға қосымша қызмет көрсете алмайды. Бұны реттеу керек. Міне осындай мәселелер, көрдіңіз бе? Сосын бұны реттеу керек деген нәрсенің екінші бір жағы бұл экономикалық тұрғыдан үкіметке пайдаға келетін нәрсе. Қазір көлеңкелі бизнесте миллиардтаған, миллиондаған ақшалар жүр. Білімге ғой барлық ақшаның барлығы. Бір курс, бір ағылшын курсының өз орта есеппен 50 мың деп алсақ, оның сағаттар кете береді. Әр түрлі деңгейде, мұғалім тәжірибесіне байланысты деген сияқты. Қаншама ақша, мені қазір кәсіпкерлер жеп қоятын шығар, жекеменшік кәсіпкерлер өзімізді өзім көріп жатырмыз деп. Бірақ мен бар сенің деп. Заңдық тұрғыда қарайтын болсақ, салықтық тұрғыдан қаншама салық үкіметтің алдынан кетіп жатыр. Егер олар кәдімгідей реттелетін болса, лицензияланатын болса, кәсіпкерлік нысаны ретінде тіркелетін болса, үкіметке де бір шама салық түсуші еді. Ол салық дегеніміз біздің аурухана, ол біздің жол, ол біздің қосымша жаңа мектептер, ол бюджеттік қызметкерлердің жалақысы дегендей. Сондықтан бұл көлеңкелі білім жүйесі көлеңкелі экономиканың дамуына тікелей әсер етеді. Енді бұл жерде тағы да қосып кететіні жақсы орталықтар бір бөлек дүние дейікші, Енді бізде бір қымбат, бір элиталы мектептер бар ғой, шынымен де 10 миллиондап төлеп жатқан. Осыған көзқарасыңыз, бұл да бір әлеуметтік тепе-теңдікті бұзып отырған дүниелердің бірі ғой. Элиталы мектептер ол да білім саласындағы теңсіздікті тудырады, тек таңдаулар ғана түсіретін. Бірақ бұның элиталы мектептердің бір көңілге қонымды нәрсесі, олар лицензия алады. Олар лицензия алады, олар тексерістен өтеді, олардың жаңағы мұғалімдерге біліктілік талаптары қойылады. Өйтіп жұмыс істейтіндерге мен ешқандай қарсылығым жоқ. Элиталы мектептер теңсіздікті тудырғанмен, олар біршама мәселелерді шешеді үкіметке. Мысалға,
үкімет игере алмай жатқан мысалы 3 ауысымды мектеп бізде үлкен проблема, балалар сыймай жатады. Иә, бір аудиторияда, бір сыныпта 20 бала отыру керек болса, амалсыздан бізде 30 баладан отыратын, 35 баладан отыратын да жағдайлар бар. Ал осындай жеке меншік мектептер үкіметке түсетін жаңа ауыртпашылықты өз мойнына алып, біршама баланы көмектеседі негізінде. Енді әрине ол енді таңдау ата-анада. Егер қалтаңыз көтеріп тұрса, неге бармасқа? Енді бұл элиталы мектептердің үлкен бір плюсы, бұл жұмыс істейтін ата-аналарға ыңғайлы. Сіз таңертең мектепке балаңызды алып барасыз, өзіңіз жұмысқа кетесіз, кешенді түрде кешке алып кетесіз. Бұлар школа полдневая дейді ғой. Бұлар бір күні бойы сол мектептің ішінде жүріп, олар білімін алады, соның ішінде қосымша спорттық секциялар бар, басқа да жаңа кружоктар бар, қосымша сабақтар бар деген сияқты. Демек, енді былай қарасақ, жаңағы орталықтарға тиесілі айтатын болсақ, енді білім бизнеске айналды ғой. Білім үлкен бизнес. Үлкен бизнес, оны мойындау керек. Ақша, қай ата-ана өзінің баласынан аяйды. Ешбір ата-ана өзінің баласынан ештеңе аямайды. Оқыса екен, осы балам білім алса екен, осы балам жаңағы меңгерсе екен тілді деп. Дәл балаға келген кезде ол өзіне киім алмауы бар. Ол жалдамалы пәтерде тұруы бар. Ол өз автобуспен жүруі бар. Бірақ баласының біліміне келген кезде ешкім ештеңені аямайды. Ербол, сіз өзіңіз ата-анасыз ба? Мен де ата-анамын, иә. Енді сіз ата-ана болып, балаңызды репетиторға бересіз ба? Қалай орталықтарға бересіз? Дайындайсыз ғой. Балаңыздың қатардан қалмау керек қой енді. Айту қиын, өз басынан өзіңізге келгенде қалай? Әлі балаларым кішкентай, бірақ мен ойлаймын енді, егер ол мектеп бағдарламасын толық меңгере алмай жатса, егер ол шынымен түсінбей жатса, онда амалсыздан жүгінеміз қосымша білімге. Бірақ мен сұрайтын нәрсем, бұл қосымша білім реттелу керек. Мен оны барып кез келген репетиторға бере алмаймын. Мен егер біреуге беретін болсам, жаңағы рекомендация. Мен осы жерден кеңес айтып кетсеңіз, қандай бір критериялар бойынша осы орталықтарды таңдауға болады? Бірінші бұл ұсыныс. Рекомендация деген жаңағы сарафанный радио дейді ғой, өзінің жаңағы өзін басқа бір балалар дайындаған, туысқан, ағайын туыс, жора жолдас кеңес бере алатын, шынымен жақсы мұғалім істейтін жерге беруге болады. Екіншіден, мұғалім тәжірибесі мен біліктілігіне қарау керек. Ол шынымен балаға жақсы сабақ түсіндіре ала ма, шынымен жақсы материал бере ала ма. Мысалға, бізде мынандай қалыптасқан нәрсе бар. Қазақ тілін білетін адам өзінің қазақ тілін мұғалім есептеп кетеді. Мен мысалы қазақша білем, немесе мен ағылшынша білем, мен барып қазір репетитормен айналысам деп. Ол пәннің мазмұны деген, тілді білу, мазмұн білу бір бөлек, бірақ педагогикалық құзыреттілік, педагогикалық әдіс тәсілдерді білу деген ол мүлде бөлек нәрсе ғой. Мысалға, сіз қазір қазақ тілін репетитор боласыз ба? Қазақ тілін жақсы білесіз. Сіз бір кісіде қазақ тілін жақсы білесіз. Бірақ сіз мұғалім бола аласыз деген сөз ба бұл? Жоқ. Көрдіңіз ба? Бізде ол сіздің ішкі мынау неңіз тоқтатып тұр. Ішкі түйсігіңіз, арыңыз, мен қазақша білем, бірақ ол мен қазақ тілінің мұғалімі деген сөз емеспін ғой. Ал біздің көп жағдайда осындай қазақ тілін пайдаланып кетеді әйтеуір. Қазақ тілін оқытып жатқан мен қаншама мұғалімдер танимын, мен мұғалімдерді айтуды қиын шығар, жаңа таныстарым қазақша біледі, сөйтіп жаңағы орыс тілді аудитория қазақша үйретіп жүреді. Немесе сәл бір жаңағы бір-екі курстан өтіп, IELTS-тан 7 бала алып алып, ағылшын тілінің курстарын жүргізіп жүреді. Мен жарайды, сен ағылшынды білесің, жақсы бір адамдай сөйлей аласың, бірақ ол сенің қаншалық деңгейде мұғалім екенін көрсетеді. Оның оңғылы мен шоңғылы бар ғой, ол оқыт. Ол жарайды, контентті сен біліп тұрғанмен подход бар, методика бар, қандай да бір бағдарламалар жасау, балаға қарым-қатынас бар. Ол кәдімгі 4 жыл бойы адам оған оқиды, педагогикалық мамандыққа. Ана жерде келіп IELTS тапсырып алып, мен ағылшын мұғалім боламын. Ақылға сыймайтын нәрсе. Сондықтан репетитор жалдаған кезде міндет түрде біліміне қарау керек, біліктілігіне қарау керек. Ол мына біздің өткенде біздің депутаттар айтып отыр ғой, коучтарға қатысты, психологтарға. Енді қазір психолог болу үшін, коуч болу үшін сізде психологиялық білім болу керек. Сол сияқты бізде қазір кез келген коуч болып кетті ғой, сәл 1-2 курс өтіп алып, мен коучпын дейді. Сол сияқты 1-2 ағылшын курсын оқып, IELTS тапсырып алып, мен ағылшын тілі мұғалім деп жүрген адам өте көп. Олардың жаңағы өзіңіз бағана айтып кеткендей, мүмкін олардың психологиялық несі дұрыс емесін шығар, бәлкім, енді қылмыскер шығар. Ешкім өзін аурумын деп айтпайды ғой. Қылмыскер адам қалай саған психолог бола алады деген сияқты ғой енді. Келісу керек
дайындық орталықтары негізі қазіргі жалпы білім беру жүйесінің кемшіліктерін толықтырып тұр деп айтуға бола ма? Негізі енді жыртығын жамап тұр деп те айтуға болатын шығар. Негізінде байқасаңыз, мынау бұл курстар, орталықтар соңғы бір 5-6 жылда қатты белең алып кетті Қазақстанда. Бізбен сіз оқыған кезде болды, бірақ көп емес еді. Келсеңіз ғой, бір-екі өзінің жаңағы ұсынған беделі бар бір-екі орталықтар болды. Қазір ондай орталықтар өте көп. Мысалы, әсіресе мынау жаңа үйлерді байқайсыз ба, ЖК-лардың астарында толып жатыр. Біздің кезімізде ондай болған жоқ қой. Енді бір себебі ретінде менің ойымша, енді бір зерттеме, дәл бұны зерттеп айтпаған айтамын, бірақ менің пайымша бұның қатты соңғы 5 жылда дамып кетуі мынау ұбт мен мемлекеттік емтиханды бөлгеннің себебінен. Мысалға, біз сізбен оқыған кезде ұбт ол мемлекеттік емтихандар рөлін ойнайтын, яғни сенің алған балың аттестатқа қойылады, одан бөлек бұл бал сен жаңағы жоғары оқу орнына түсе аласың деген. Қазір олай емес қой. Қазір мемлекеттік емтихан бөлек, мектепте тапсырасың, аттестатыңды аласың, ұбт-ны мектептен алшақ тапсырады. Бала өзі тіркеледі, өзі тапсырады, өзі дайындалады. Мектептің мұғалімі, мен бәрін айтпаймын, әріптестер, бірақ көп мектеп мұғалімдері баланы ұбт-ға дайындауға мүдделі емес. Олардың құзыреттілігіне кірмейді. Ол айтады, сен емтиханға дайындаласың, болды. ЕНТ-ға өзі бетімен дайындал, жаңағы содан кейін курстарға барады. Ал біздің кезімізде қалай еді? Біздің кезімізде есіңізде ме, сабақта оқып келеміз, үйге барып түскі ас ішкеп мектепке дайындыққа келетін едік. Апайлар, біздің ағайлар өздерінің жеке уақытын арнап, бізге отырып ұбт-ға дайындап, расписание қоюшы еді, ұбт-ның расписаниясы болып соған келетін едік. Кім география, кім математика, бәріміз қазақ тілде отырамыз деген сияқты. Сол кезде орталықтар көп емес еді. Өйткені мектеп мүдделі еді. Мектеп сәйкесінше өзінің кеткен олқылығын өзі толтырып отыратын. Мысалы, 11 жасқа келген кезде ол 6 кластың бағдарламасын білмеді ме, соны қайтадан өтетін. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл жақсы нені көрсетеді? Бұндай орталықтарды мектептің өзінен жасауымыз керек. Енді бұл мұғалімнің жеке уақытын тыю деген сөз емес, керісінше оларға жаңа қосымша жұмыс үшін ақы төленіп, қосымша сағаттары мұғалімдерге төленіп, олар сол мектептің ішінде жүріп дайындалса, мектеп сонда өзінің жаңағы кеткен кейбір олқылықтарын өзі түзетіп, сонда мынау көлеңкелі білім беру жүйесіне сұраныс азаятын еді. Мектептегі сапа біршама көбейетін еді. Бұл жаңағы Финляндия мен Германияның жақсы тәжірибесі. Енді демек мектептер мен басқа да жоғары білім орталықтарының егер сапасы дұрыс болып, сапасы кәдімгідей білімді күшті беріп жатса, менің ойымша бұндай орталықтар болмас беді. Хотя бы бұл жерде саны азаяр еді дегенде ғой енді. Егер қажеттілік болмаса, орталықтар болмайтын еді. Орталықтардың көп болуына не себеп? Қажеттілік. Ұсыныс қай жерде бар, қажеттілік бар жерде бар. Көрдіңіз ба? Демек, бізде қажеттілік бар, бізде бір проблемалар бар. Бұны жасырғанмен ештеңе шықпайды, бұны біз шешуіміз керек деп ойлаймын. Сосын орталықтың да орталығы бар. Жақсы, сапалы түрде дайындайтын орталықтар жеткілікті бізде. Білікті мамандар істейтін орталықтар жеткілікті бізде, кәдімгідей. Бірақ сапасыз, пайданы ғана ойлайтын, ата-аналар жаңа ақшасын жинап оқытпай қоятын, қажетті деңгейде білім бермейтін, сосын анандайлар онлайн дегендер көбейіп кетті қазір. Отырады жаңа өтірік 1-2 сағат вебинар ретінде қылып, запись жасап қойған, 10 шақты сабақты өтірік түсіндіреді, соны сатады. Онаны қаншаматыны сатып алады. Сатып алғаннан кейін ақшасын төлеп қойғаннан кейін ол сапалы, не істейсің? Ол көрдіңіз бе, мәселе реттелмеген. Оның жарнамасы да күшті болып тұр ғой. 140 балл алып береміз балаңызға, 100% емтиханнан өтеді деген. Жарнамасы да жарнама демекші, сіз өте дұрыс айтып отырсыз. Зерттеулердің Жапонияда орталықтар жарнамалауға тыйым салынған. Өйткені маркетинг адам психологиясына әсер етеді, жаңағыдай. Ой, 140 балл алып береміз сізге, 100% грантқа түсіріп береміз деген сияқты. Көрдіңіз ба, осындай бұл да алаяқтық сияқты ғой? Бұл алаяқтық. Ешкімге 140 сізге балды гарантия бере алмайды. Сорбонна университетінде Францияда жазылып қойған дейді ұраны. Құдай бермеген саған Сорбонна бере алмайды. Шынымен енді қай орталық саған білімді алып құйып бере салады? Ол мүмкін емес нәрсе ғой.
Сондықтан шынында да бұл жарнаманы да реттелу керек, мұны да қолға алу керек. Өйткені ол маркетинг, біз өзі жақсы сөз қалыптасқан ғой, жертва маркетингі. Көбіміз маркетингтің құрбаны болып кетеміз ғой. Жақсы, бұл орталықтар мектептердің орнын басты. Ал бұл орталықтың орнын басатын ертеңгі күні жасанды интеллект болуы мүмкін ғой? Бар, мысалға қазір өзіңіз қарасаңыз, чат GPT-ді, енді егер сіз жасанды интеллектке біз өте көп адам андай қорқа қарайды ғой, жақсы меңгерсеңіз, көмекші қылсаңыз, өте жақсы нәрсе. Мысалы, чат GPT-дің өзін сіз жеке тьютер ретінде жаңағы қажетті промпт жазып, сен мұғалім ретінде, мен тіл үйренуші ретінде, мен деңгейім осындай, маған жаңағы үйретіп отыр десеңіз, сізге чат GPT кәдімгі бір апталық, бір айлық бағдарламаны жасап, сіздің жаңағы тексертіп, дайындап береді. Одан бөлек қазір жасанды интеллекттің негізінде анау сөйлейтін тьютерлар да пайда болған. Алиса сияқты сөйлесіп отыра бересіз. Ағылшыныңыз спикинг дамытасыз. Айтасың, ол саған жауап береді, қатеңді түзетіп жібереді. Егер сіз жасанды интеллектті жақсы пайдалансаңыз, мүмкін бір 10 жылдан кейін репетиторлыққа деген сұраныс өзінен төмендеуі де мүмкін. Жасанды интеллекттің қарқынды дамуымен жаңағы негізгі дәстүрлі білімді есептеп отырып, жасанды интеллект жақсы пайдаланса, репетиторлардың да керек болмай қалуы әбден мүмкін. Өзіңіз қазіргі қызмет істеп отырған ортаңыз, өз жоғарғы оқу орны ұлттық университетте. Енді осы репетиторствомен айналысатындар бар ғой енді. Бұл жерден құқық тапталмайды ғой енді бұлай қараса еркіндік. Кім жұмыстан тыс уақытта оған сіздер қандай да бір тыйым салмайсыз? Жұмыстан тыс уақытта кім немен айналысса да өз еркі. Бірақ жоғарғы оқу орында бұрын бұған дейін көлеңкелі білім көбіне орта білімге қатысты проблема еді. Бұл жаңағы тесттерге дайындалу, бұл енді жаңағы 11 сыныптан тапсырдан бөлек жаңағы бізде кешірім өтінемін, жаңа өзіңіз айтқан элиталы мектептер бар ғой, сол жаққа да іріктеу тест негізінде ғой. Қарасаңыз қазір нишқа дайындаймыз, билға дайындаймыз, балаңызды бірінші классқа дайындаймыз, тағы қандай жаңағы мамандандырылған мектептерге дайындаймыз деген орталықтарда көп бізде. Тек қана ентіға дайындамайды. Ол да, көрдіңіз бе? Неғұрлым бізде жақсы жаңағы сапқа да дайындаймыз, олимпиада түрлі дайындайды. Ол орта білімге көбіне проблемасы болған еді. Қазір ол ертіндеп жоғары білімге де келіп жатыр. Өйткені өзіңізге белгілі магистратураға түсу үшін сіз тест тапсыру керексіз. Кешенді тест жаңағы өзіңіздің 2 пән кәсіби мамандығыңыз бойынша 2 пән ағылшын тапсырасыз, сосын жаңағы құзыреттілікті анықтайтын тесттер бар. Міне. Бұл осы қазір соңғы 1-2 жылда бұл да өте белең алып жатыр. Магистратураға дайындаймыз деген. Көрдіңіз бе? Демек, егер бұлдай болып тұрса, біздің студенттер де бұған барады деген сөз. Олар да қажетті екінші жағынан қарап отырсақ, демек ондай дайындық курстары пайда болса, магистратураға дайындаймыз деген. Демек магистратураға түсу күннен күнге қиындап барады деген сөз ғой енді? Өте қиын, өйткені сіз магистратураның тесті кәдімгі ОБТ сияқты. Сіз өзіңіз барып тіркелесіз, ұлттық тест орталығына камера, прокторинг отырып бетпе-бет тапсырасыз. Тест қазір өте қиын. Бұрынғыдай поточный аудиторияға жинап қағазбен біз сияқты толтыратын қазір ондай жоқ. Тапсыру өте қиын. Біздегі көп адам магистратура тапсырады, бірақ жаңағы шектік балды аламай жатады. Енді бұл жерде қараңызшы, сөзімізге қарама-қайшы келуімізде мүмкінді. Өйткені магистратураға түсу қиын, ОБТ қиынды, емтихандар қиын, басқа да халықаралық емтихандар тапсыру қиын. Енді бұл жерде өзімізде мектептер енді әлсіз бұл жерде мойындау керек. Енді бізге сондай орталықтарға жүгінбеске амал жоқ қой енді расымен де. Енді амал жоқ деп отыра беру де болмайды. Бұл проблема бар екен мойындауымыз керек те, әрекет жасауымыз керек. Олардың орталықтар егер бар болатын болса, оларға сұраныс болатын болса, оларды реттеуіміз керек. Олар ол жерде жұмыс істейтін мұғалімдер қорғалу керек әлеуметтік тұрғыдан. Ол жерде баратын балалар қорғалу керек. Мысалы, біз сіз мектепке барсаңыз, астында күзетші отырады. Қызметкер отырады мектепте, асханасы болады, бәрін қамтамасыз етеміз. Орталықтарда ол жерде баланың Құдай өзі кешірсін,
Құдай өз бетін аулақ қылсын, небір жынылар бар. Ал орталыққа кіріп келді бір ауытқуы бар адам көктемнің кезінде. Не болды? Не істеді анан? Көп қой көп жатқан университеттерге кіріп кетіп, мектептер кіріп кетіп. Мектептерге кіріп кетіп жатқан адамдар көп. А енді орталықтарда ол жерде ешкім қауіпсіздікті ешкім қамтамасыз етпейді. Балаға сол жерде жаңағы аяқ астынан денсаулығында бір ауытқу болды. Оны қарайтын ол жерде бірінші көмек көрсететін медициналық қызметкері жоқ. Бірінші көмек көрсететін. Көрдіңіз бе? Сондықтан реттеуіміз керек деген себебім осы жаңағы баланың қауіпсіздігі үшін. Ата-аналар ақша төлегеннен кейін өткен есіңіз бе, Алматыда қаншама ақтардан ақша жинап, мектеп өзін банкрот жауып тастаған. Мыңдаған ата-ана, жүздеген ата-ана жинап алған, орталық жұмыс бастаған, бір аптадай жұмыс істеген, ана бір жылдық ақшаны төлеп жинаған ғой. Бір аптадан кейін ана мектеп жабылып қалған. Мектеп емес, орталық жабылып қалған. Бұл алаяқтық болып тұр ғой енді. Ата-аналар сан соққы. Өйткені бұл реттелмейді. Реттелмейді, көрдіңіз бе? Аналар енді ақшасын жинады, жабылды да кетті. Енді бұған дейін неше түрлі тур агентстволар туралы еститінбіз бұндайды. Енді көрдік те ондай шулап атқандары бар. Міне осындайда қажылыққа барып жинап алды да жоқ болып кеткен. Сол сияқты бұлар алаяқтар ол баяғыдан бар. Олар қазір алаяқтарда қазір сауатты. Білесіз, бұрынғыдай мысалы есіңізде ме, бұрын алаяқтар телефонға звондап орысша сөйлеуші, қазір алаяқтар қазақшада сөйлейді деген сияқты. Олар да бейімделеді. Олар да бейімделеді, олар да неше түрлі жолдарын табады, олар да жаңағы адамдардың, олар мықты психолог қой негізінде, осал тұстарын тауып алады да ақшаға лақтырудың түрлі амалдарын табады. Сондықтан бұл баланың қауіпсіздігі, ата-аналардың қауіпсіздігі және қаржылық, үшіншіден мұғалімдердің әлеуметтік қамтамасыз етілуі. Сондықтан бұл орталықтарды реттеуіміз керек. Бұл бір. Екінші жағынан орта білімдегі жүйені біршама біз нығайтуымыз керек, сапаға жұмыс жасауымыз керек. Біз жекеменшік орталықтармен көлеңкелі біліммен күресе алмаймыз. Кореяның, Қытайдың жаңа арнайы заң қабылдағандары көрсетіп отыр. Заң қабылдап, олар қыссаңыз да бәрібір мәселені шешпейді. Біз бұны реттеуіміз керек. Мүмкін егер лицензиялауға жатпай тым ауқымды дейтін болсақ, ең құрмағанда реестр сияқты нәрсе ойлап табуымыз керек. Мысалы бір реестр болады, сол жерге тіркеледі, сол реестрға тіркелген орталықтарға баруға болады деген жаңа қамтамасыз ететіндей қауіпсіздікті, білімді, әлеуметтік қорғау деген сияқты осы нәрсені қолға алуымыз керек. Екіншіден жарнамасына біз мысалға анау нелерге, казиноларға біз жарнамаға тыйым салдық қой. Кәдімгі заң жүзінде тыйым салдық, ешкім қазір жарнамаламайды, ешкім қазір ішімдікті жарнамаламайды, арнайы заң қабылдады. Сол сияқты бұл орталықтарға да қатысты жарнаманы біз қолға алуымыз керек сияқты, реттеуіміз керек. Өйткені бәрібір де адам психологиясы оған ереді. Маркетингтің құрбандары өте көп, жаңағындай алтын алып берем, 140-ты қамтамасыз етем, бірден сіз нишқа түсіп кетесіз, бірден сіз КТЛ-ға түсіп кетесіз деген мүмкін емес нәрсені айтпауы керек ол орталықтар. Орталықтар қосымша білім береді, баланың жаңағы жеке индивидуалды подход арқылы оның әлеуетін көтереді. Бірақ ешкім сізге, сіз қазір орталыққа барып 140 балл жинап кетесіз деп айта алмайды, ешкім кепілдік бере алмайды. Сондықтан осы жарнамасында реттеуіміз керек. Үшінші жағынан дәстүрлі білім беру жүйесінде біз реттеуіміз керек. Жаңа айтқандай, мүмкін біз осы репетиторлық функцияны мектептерге қосуымыз керек шығар. Мұғалімдерге қосымша ақы бере отыра, немесе қосымша жаңағы штат ашу арқылы ассистент сияқты, шын мәнінде мойындауымыз керек. 40 минуттың ішінде ешқандай мұғалім толыққанды 30 балаға көңіл бөліп аудара алмайды. Ол жалпы білім береді, жалпы мұғалім нұсқау жасайды, бірақ 30 баламен индивидуалды жұмыс жасаймыз деп айта алмаймыз. Ол физикалық тұрғыдан мүмкін емес нәрсе. Сондықтан мүмкін ассистент деген ұғымды енгізуіміз керек па? Негізгі мұғалім сабақ берді, түске дейін, түстен кейін жаңағы педассистенттермен бірге отырып сұрақтар туындаса, түсінбеген жерлерді болса, қосымша жұмыс жасау деген сияқты осы дәстүрлі білім жүйесіндегі осыған назар аударуымыз керек. Бұндай мысалдар бар. Жаңағы өзіңіз айтқан жеке меншік мектептер, элиталар, олар сонымен айналысады, түстен кейін қосымша білім берумен. Сондықтан осындай нәрселерді қолға алуымыз керек. Көлеңкелі білім жүйесімен тағы бір кері нысаны ол есепсіз келіп жатқан ақша. Ол қаншама салық. Сондықтан үкімет осыны реттейтін болса, бұл біршама салықтық түсімдерді көбейетін еді. Ербол, студиямызға келіп, пікіріңізбен бөліскеніңізге рахмет.
сізге де көп рахмет, сәттілік, жақсылықта жолығайық. Рахмет, көріскенше.